Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Еркегүл. Мен бүгін сіздермен қызықты ақпараттармен бөліскім келеді. Оның бірі, өзіңіз сияқты Қазақстанда неше адам бар, немесе Қазақстандағы ең танымал есімдер туралы білуіңізге болады. Ол үшін Google Chrome'ға кіресіздер, поискқа StatGov деп жазасыздар. Енді ең бірінші шыққан ұлттық статистика бюросы дегенді басасыздар. Енді мына жерде оң жақ шетінде 3 полоска тұр, соны басасыздар. Мына жерде құралдар дегенді басасыздар. Енді қараңыздар. Сіздерде Қазақстан бойынша ең танымал есімдерді білгіңіз келсе, мына жерді толтырасыздар. Мерзімділік дегенде жылды таңдасақ, мысалы, қай жыл, мысалы, өткен 2024 жылды, жынысы, мысалы, ер адамды қарасақ, ұлты қазақ болсын жарайды. Мына жерде танымал немесе сирек. Танымалды таңдайтын болсақ, көрсету дегенді басамыз. Енді қараңыздар. Ең танымал есімдер 2024 жылы ол Мұхаммед, Айсұлтан, Әлихан, Омар деген сияқты ең танымал 10 есімді көрсетеді. Енді мына жерде сирек деп таңдасақ, ең сирек 3 ондықты көрсететін болады. Зет, үден басқа деген, басамның. Мінекей осылай ең танымал және ең сирек кездесетін есімдерді осылай білуге болады. Сонымен қоса, мына жерде мен сияқты неше адам бар деген функция тұр. Осыны бассаңыздар, мысалы, есіміңізді жазасыз мына жерге, мысалы, Айдос, Айдос, мысалы, Айдостың жасы, мысалы, 25-те дейге, жынысы ер, ұлты қазақ. Облыс бойынша бүкіл Қазақстанды қарауларыңызға болады. Көрсету деген таңдайсыздар. Так, нәтижесі енді астына қараңыз. Қазақстан бойынша 25 жастағы Айдос деген 551 адам бар екен. Және де негізі Айдос деген аттас адамдар 24214 адамды құрайды. Сол сияқты әрқайсыңыз қазір осы жерге өздеріңіздің атыңызды жазып, Қазақстанда сіз сияқты неше адам бар, соның барлығын біліп алуларыңызға болады. Бұл әсіресе нәрестелі болған адамдарға, балалы болған ата-аналарға өте ыңғайлы, өйткені ат іздегенде ол жиі қайталанбайтындай бір ерекше ат қойғысы келеді ата-аналар, сондықтан дәл осылай балаңызға ат іздеулеріңізге болады. Мінекей дәл осылай өте оңай әдіспен өздеріңізге тиімді атты іздеулеріңізге болады. Ал енді видео ұнаса лайк басыңыздар, пайдалы болса достарыңызбен бөлісіңіздер, сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.